Талғар ауданы Жаңалық ауылындағы нөмірі 27 мектепте Эко-Френд клуб ашылды. Аталмыш клуб оқушылардың жаз бойы жасаған еңбектерінің жемісі дейді ұстаздар. Ендеше мұнда шәкірттер нақты немен айналысады? Тақырыпты кеңірек тілшіміз толықтырады. Талғар ауданы Жаңалық ауылында орналасқан нөмірі 27 келешек мектебі осы жаңа маусымда шәкірттерге есік ашты. Десе де ізденімпаз ұстазға ерген оқушылар жаз бойы еңбектеніпті. Олар табиғатқа пайдасын тигізетін тың жобалар ойлап тауып, жаңа шаңыраққа қомақты кәдесыйларын ұсына келіпті. Міне бүгін сол жұмыстардың нәтижесінде Эко-Френд клубы салтанатты түрде ашылды. Эко-пепер, яғни қағазды қайта өңдеу жобасы бар, гипстен мүсіндер жасау жобасы бар. Одан кейін сабын қалдықтарын қайта өңдеу, сабынды қайта өңдейміз жинап. Одан кейін джинсы дейміз ғой, яғни киім. Джинсыды білесіздер, ол шірімейді, өте көп уақыт жүреді. Сондықтан джинсыды қайтадан өзіміз өңдеп, креативті түрде қайтадан киюге, не болмаса басқа өнім шығару. Одан кейін бізде әр қазақтың үйінде тойбастар дейміз, мынандай шағын материалдар өте көп жатады. Бірақ оны ешкім қолданбайды, сол күйінше қалып қалады әр үйде. Біз соның бәрін жинап, Жапонияның Кинусайга деген технологиясы бар. Сол технология арқылы инесіз, жіпсіз қалай сол материалдардан бір өнім шығаруға болады. Сол бойынша жұмысымыз бар. Осындай ұтымды жобалардың атап кетерлік бірі қағазды қайта өңдеу жобасы. Мұнда оқушылар керексіз қағаздарды қарапайым тәсілмен пайдаға жаратады. Яғни оларды қайта өңдеп, әртүрлі өсімдік тұқымдары салынған ашық хаттар жасаған. Сөйтіп, кәдесый ретінде ұсынып отыр. Қазіргі заманда қағаз қалдықтары қатты көбейіп жатыр. Ал қағаз жасай берген сайын ағаштар да азаяды. Бұл эко жүйеге көп зиян келтіреді және қоқысты көбейтеді. Сондықтан осы қағаздарды біз қайта өңдеген сайын табиғатқа өз пайдамызды әкеліп, қағазды үнемдейміз, ағаштар да көп кесілмейтін болады. Таза ауа да болады. Десе де Эко-Френд клубының басты жобасы бұл емес. Ең бастысы мұнда биогумус дайындау алаңы өз жұмысын бастаған. Тіпті олар Таза Қазақстан эко акциясы аясында 1 миллион теңгелік арнайы грант та ұтып алыпты. Яғни оқушылар мектепте тек теориялық білім алып қана қоймай, өз қолдарымен құнарлы топырақ өндіріп шығарды. Қазір мұнда шәкірттер мен ұстаздарға Калифорния шылаушыны өз көмегін тигізіп жатыр. Осы 1 миллион грант ұтып алдық. Бұл жобамыз Жаңалық ауылындағы топырақтың құнарлығы өте төмен, яғни тұзды болып келеді. Ішіндегі минералдар өте аз. Біз оны арнайы мамандарды шақырып, яғни экспертиза жасадық жаз айында. Жаз айында бізге осындай керемет келешек мектебін салып берді. Мемлекетіміз осы мектепке үлкен жаңағы ауласына шыршаларды отырғызды. Бірақ өкініштісі бір 10-15 күннің ішінде шыршаларымыз сарғайып өле бастады. Сонда біз жаңағы сұрақ қойдық, неге бұл осындай болып жатыр, және де осыған біз қалай көмектесе аламыз деген сұрақ қойдық. Осы сұрақтың нәтижесінде біз жаңағы калифорниялық шыршаны өсіріп, топырақтың құнарлығын арттыру, яғни биогумус алу, осындай мақсатқа келдік. Болашақта осы мектебімізді одан ары жасыл желекке айландыру мақсатымызда бар. Біз басында осы жерге 20 мүшек қия келген болатымыз. Өзіміздің боксымызға шылаушындарды жібердік. Шылаушындарды олар көбейе бастаған соң, ол жерге құнарлы, өздеріне тамақ керек болады. Солай олар осы топырақты жеп, құнарлы өнімге айналдырады. Біз нақты бір айдың ішінде осы биогумусқа түгелдей айналдырып бітті шылаушындар. Бұл жобаны мектеп ұстаздары арнайы ғылыми институттармен бірлесіп жүзеге асырған. Салада тәжірибесі мол ғылым өкілдері мен колледж ұжымдары да мектепке келіп өз қолұштарын созыпты. Ал бұл күні мұндағылар аталмыш жобаны білек біріктіріп жүзеге асырған Қазагро оқыту орталығымен арнайы меморандумға отырды. Бұл Талғар ауданы бойынша біздің бірінші меморандумымыз мектептермен жасалып жатқан. Тәжірибеміз өте мол деп айтсақ болады. Өйткені ғылыми жобалар жүргізіп жатқан оқушылар өте мол. Сондықтан бұл өте өзекті тақырып. Жеріміздің тозып баратқаны ол актуальны бәр жақта. Сон алдын алу, жерді құнарландыру, оқушыларға экологиялық тәрбие беру, жерді сақтау бойынша және болашақта ауыл шаруашылығына қажетті мамандықтарға біз оқушылардың санасына сіңіріп, жақсы мамандар дайындауға жол ашамыз деп сенемін. Айта кетсек, бұл бірлескен жоба алдағы уақытта барынша кеңейе түспек. Сөйтіп, ізденімпаз шәкірттер Талғар өңіріндегі басқа білім шаңырақтарына да өз тәжірибелерімізді таратуға ниеттіміз деп отыр. Құрманжан Қасымжанұлы, Бекжан Кенжебай, Жетісу арнасы.